Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай дәмді болып шығатын пончик дайындаймыз. 50 грамм сары майды аламыз ең алдымен. Кейін 2 стакан сүт қосамыз. 5 столовая ложка шекер және 4 чайная ложка тұз қосамыз. 1 стакан жылы суымызды алып, және үстіне 1 столовая ложка дрожь қосамыз. Және көтерілгенше дейін күтеміз. Сары май жылы суымызды араластырып, кейін ұн қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Суым ыссы болғандықтан 1 стакан сүт қостым. Суымыз жылы болуы міндетті. Қамырымызды жайып болғаннан кейін пончиктің формасын кесіп аламыз. Бетіне 2 шоколад алдым, біреу молочный, біреу темный шоколад. Және аз мөлшерде сұйық май қостым.